Армысыздар, келуқи қайдардың кезек шығармын бастаймыз. Бүгін біз Дулат Исабековтың Гауһартас повесін талқыға салатын боламыз. Жалпылай келе Гауһартас повесінің басты идеясы бір-біріне қарама-қарсы мінездердің бір шаңырақ астына жиналуынан пайда болған жағдайлар, яғни қатыгездік пен нәзіктіктің қақтығысы десек те болады. Талшын, повестің не себепті Гауһартас аталу себебін білесің бе? Әрине, Дулат Исабековтың бұл повесі қазақ халқының әнімен аттас, бірақ та тек аты ғана емес, бар болмысымен саранмен де салған әнге ұқсайды. Жасымен осы тұста саған ең қатты ұнаған кейіпкер кім? Маған өте ерекше ұнаған кейіпкер ол Салтанат. Ол повестің басты кейіпкері Қайыркенің жеңгесі. Ол әрдайым көңілді жүреді және жүзінен күлкі кетпейді. Талшын, саған өте ерекше әсер еткен сәтті айтшы. Маған өте ерекше әсер еткен сәт ол Салтанаттың қайтыс болуы. Себебі Салтанат қайтыс болғаннан кейін отбасының сәні кетіп қалды десем де болады. Қайыркенің Салтанат өлгеннен кейінгі әсері өте аянышты, тіпті мен жылап жібердім десем де болады. Қорытындылай келе, біз жақындарымыздың қадірін түсінуіміз керек және де оларды барынша бағалағанымыз дұрыс. Жақсы, Талшын, сіздерді де біздің қатарымызға қосылып кітап оқуға шақырамыз. Назарларыңызға рахмет.